Сәлем достар, менің есімім Ержан Мырзабаев, мен психологпын. Бүгін сіздермен коронавирусқа қарсы психологиялық иммунитетті көтеру туралы сөйлесетін боламыз. Құрметті достар, қазіргі таңда өздеріңіз білетіндей, вирусқа қарсы нақты табылған дәрі жоқ, нақты табылған ем жоқ. Жалпы адам психологиясы өзі біртүрлі. Бір шетінен біз қатты өзімізге сеніп, ешқандай сақтық шараларды қолданбай, өз еркімен лағып жүре береміз. Екінші жағынан аптекаларда, дәріханаларда очередьте тұрып, парацетамол іздеп, байбаламға салып паникаға түсеміз. Негізі екеуі де адамның денсаулығына және психологиясына қауіпті жағдайлар. Біріншісінде сіз ауруға мән бермегендіктен, аурудан қорқпағандықтан ешқандай шара қолданбайсыз. Екіншісінде сіз үрейге түсіп, яғни паникаға түсіп, керектігінен артық шаралар қолдана бастайсыз. Үрейдің, паниканың әсерімен стресске түсесіз. Стресс кортизол гормонын өңдеу арқылы сіздің иммунитетіңізді әлсіретеді. Сөйтіп, сіз үрейдің кесірінен емделем деп, өзіңізге қарайым деп, қайтаға одан безбетер ауырып қалатын боламыз. Онда не істеу керек? Бұл жерде психологиямыздың тұрақты болу өте маңызды. Адам баласы жалпы бүкіл энергияны, күшті, иммунитет артыратын нәрсені өзіміздің ішімізден шығады, яғни психологиядан шығады. Сіз мысалға емделетінізге сенсеңіз, емделіп кетесіз, ауыра берем деп қорқсаңыз, өзіңізге психологиялық тұрғыдан ауруды тартып, ауыра бересіз. Бұған психологияда психосоматика деп атады. Яғни психологиялық тұрғыдан ауру. Негізі ауырып қалатын ешқандай жағдай жоқ, ешқандай шарттар қалыптаспаған, бірақ сіздер психологиялық тұрғыдан бұл мәселені көп уайымдағандықтан ауырып қала беретін боласыз. Онда сізге келесі шаралар қолдану арқылы коронавирусқа қарсы психологиялық иммунитетті арттыру, соны ұстану және сол арқылы өзіңізге және айналаңызға пайдалы болуды ұсынамын. Кеттік. Біріншісі, психологияға кері әсер ететін нәрсе айналамызда болып жатқан негативті оқиғалар, негативті хабарлар, жаңалықтар. Яғни сіз жаман хабар, жаман жаңалықты оқуды тоқтатыңыз. Тек қана жаман жаңалықтар тарататын WhatsApp группалардан шығыңыз. Әлеуметтік желілерде бірнеше ғана сенімді, тұрақты жаңалықтарға жазылыңыз, қалғандардың барлығынан шығыңыз. Мысалға сіз ойлайсыз, мысалға бір жерде пәленше кісі қайтыс болды. Бір жаңалық, Бірақ бұл жаңалықты сіз әртүрлі каналдардан естіген сайын, әртүрлі адамдардан естіген сайын, әртүрлі әлеуметтік желілерден естіген сайын, бір жаңалықты 8-10 рет естіген сияқты, психология оны 8-10 түрлі жаман жаңалық ретінде қабылдайды. Және соның әсерінде қалмау мүмкін емес. Бірақ былай қараған кезде бір ғана жаңалық, пәленше кісі қайтыс болды аурудан, пәленше жерде дәрі жетпей қалды, түгенше жерде ауруханаларда орын жоқ. Бұл бір жаңалық. Бірақ осы жаңалықты бірнеше жерден естіген сайын, сіз әртүрлі бірнеше жаман жаңалық естіген сияқты әсерде боласыз. Яғни біріншісі жаман жаңалықтарды азайтуымыз керек. Екіншісі, сіз амал жоқтан осы ауруды ойлап, уайымдап жатсыз, жаман жаңалықтарды естіп жатсыз, оқып жатсыз, көріп жатсыз. Теледидар, әлеуметтік желілер, WhatsApp группалар, достармен, таныстармен отырған кезде осындай жағымсыз әңгімелер. Бұны азайтудың жолы позитивті жаңалықтар, позитивті хабарлар, позитивті оқиғаларды күнделікті өмірімізде арттыруымыз керек. Яғни мысалға бір күн бойы мен бүгін жақсы қандай жаңалық естідім, мен бүгін жақсы қандай нәрсе көрдім, менің өмірімде бүгін позитивті не болды? Жақсы жаңалық естуіміз керек. Мысалға сіздің психикаңыз бұл не? Былай айтқан кезде бір қазан сияқты қарайтын болсақ, оның ішіне қандай ингредиент түссе, сондай тамақ болады. Егер тек қана ащы ингредиенттер түсетін болса, жаман жаңалықтар форматында, жаман ойлар форматында, әрине ол жерден ащы, желінбейтін тамақ шығады. Бірақ егер ол жерге тек қана позитивті, жақсы жаңалықтар түсетін болса, онда ол торт сияқты, пирог сияқты дәмді, жағымды тағамдар болады. Яғни біздің психикамызға келіп жатқан жаман жаңалықтарды біз
жақсы жаңалықтармен не істеуіміз керек? Баланс ұстап отыруымыз керек. Көп адамдар жаман жаңалықтардың әсерінде қалып, айналамызда болып жатқан жақсы жаңалықтар көрмей қалады, байқамай қалады, мән бермей қалады. Бұған ағылшын тілінде awareness дейді, mindfulness, яғни нені не үшін істеп жатқанын білу, саналы өмір сүру, әрбір нәрсені байқап отыру. Яғни тек қана былай автоматты түрде өтіп кету емес. Мысалға не болды? Кішкентай балаңыз келді, қуана, әке, мама, мысалы сурет салым дейді. Сурет салым. Сол суретке қарап, балам қош тоқташы, мына адамдар коронавирусты өліп жатыр деп қарап отырсаңыз, сіз жақсы жаңалықты жойып, назарыңызды жаман жаңалыққа берген болып отырсыз. Хотя былай қараған кезде балаңыздың сурет салуы бұл да жақсы жаңалық. Бұл да балаңыздың қабілетті болуы, қолынан осындай іс келуі, сізді қуантуға тырысуы, сөйлеп тұру, бұл да жақсы жаңалық мысалы. Біз не істейміз? Жаман жаңалық кезінде соны көрмей қаламыз. Яғни жақсы жаңалықтар арттыруымыз керек. Одан кейін жалпы күнделікті өмірде таңертең тұрған кезде, күндіз дәретханаға барған кезде, айнаның алдына жиі шығып тұрған кезде өзіңізге бір қараңыз. Мысалы, аяқ қолым сау, денім сау, барлық істеп тұр, ауырып тұрған жоқпын, бала шағам аман есен, туысқандарым жақсы, ауырғандар бар, бірақ қайтыс болғандар жоқ сияқты мәселені жақсы жағынан көруге тырысуымыз керек. Сол кезде бізді психологиялық иммунитетіміз артады, ал иммунитеттің артуы коронавируске қарсы ең мықты, ең күшті қару. Мысалы қараңыздар, дәрігерлерді тыңдасаңыздар, блогерлерді тыңдасаңыздар, ғалымдарды тыңдасаңыздар, барлықтарының айтып жатқан нәрсесі иммунитетті арттыру. Яғни қазір мәселе жұқтырып алуда емес, мүмкін мен де коронавирус жұқтырып алған болуы мүмкін. Кейбіреулерде симптомды, кейбіреулер симптомсыз деп қазір бөліп жатыр. Мысалға, бәріміз ауырып жатқан болуымыз. Бірақ осы коронавирустан әсерлену мәселесі, қатты ауырып-ауырмау мәселесі, өліп-өлмеу мәселесі бұл мінеки иммунитетке байланысты. Неге көбінесе қарт кісілер қайтыс болып отыр осы вирустан? Өйткені олардың иммунитеті әлсіз, организм шаршаған, уайым қайғылары көп, қарапайым нәрселерден қуаныш ала алмайтын халге келіп қалған, сондықтан тез әсерленіп жатыр және осы ауруды өте ауыр түрде бастарынан өткізіп жатыр. Мысалға, осы нәрселерді үлгі алып, біз иммунитетті арттырудың жолдарын ойластыруымыз керек. Яғни, екінші мәселе, қайталап өтем, жақсы нәрселерге, жақсы жаңалықтарға назар аударамыз. Үшіншісі, құрметті оқырмандар, құрметті көрермендер, енді қараңыздар, сіз жан-жағыңыздағы позитив алудың бір жолы, бұл позитив сыйлау. Яғни, кім мені қуантады екен, қай жерден жақсы жаңалық келеді екен, кім мені мәз қылады екен, кім менің көңілімді табады екен деп отырудың керегі жоқ. Сіз үлкен ересек, ақыл ойы орнында салмақты адамсыз. Өзіңізге жауапкершілік алып, айналаңызға позитив тарата бастаңыз. Позитив тарату дегенді кейбір адамдар қате түсінеді. Бұл мәз мейрам болып, ха-ха-хи-хи ойнап күліп жүр емес. Позитив тарату дегеніміз жылы сөз айту. Балаңызға айтыңыз, қызым, қандай керемет, күшті сурет салыпсың, молодец, мен сенімен мақтанып тұрам, келші, мен сені бір сүйіп жүрейінші, құшақтап жүрейінші деп айту. Әйеліңізге, айым, күнім, жарым, күшті тамақ дайындапсың, сенімен бірге тұрмыс құрғаныма, үйленгеніме өте қуаныштымын, өте бақыттымын, қандай керемет жансың, бар болғанына рахмет, бүгін тамағың ерекше дәмді болды екен деп жылы сөз айту. Анаңызға ілтипат жасаңыз, әке-шешеңізге ілтипат жасаңыздар. Пап, мам, сіздерге көп рахмет, қасымызда болғандарыңызға қандай жақсы, мына жұмысты күшті істедіңіз, мына мәселені күшті айттыңыз, мына жерде жақсы пікір білдірдіңіз, сіздің осындай өмірлік тәжірибеңіз бізге өте қатты пайдасы тиіп жатыр деген сияқты. Әріптестеріңізге, достарыңызға, таныстарыңызға телефон қоңырау шалып, телефон звондап, хабарласып сөйлесіңіз. Братан, сен красавчиксің, ризамын саған, молодец, давай бастап жатқан жұмысын алға бассын, сәтті болсын деген сияқты жақсы ілтипат айтыңыз. Сол кезде сіз қанша адамға позитив сыйласаңыз, сонша адамнан позитив аласыз. Өйткені адамның айнасы дейді. Біз басқа адам өзіміздің ішімізде не бар болса, басқа адамдардан тура соны көреміз. Егер ішіміз тек қана негативке, жамандыққа, зұлымдыққа толған болса, көреалмаушылыққа, айналамыздағы адамдарды өтірікші, қызғаншақ, көре алмайтын, жаман, залым адамдар, коррупционер адамдар ретінде көреміз. Жоқ, біз ішімізді түзеуіміз керек. Яғни, сондықтан сыртқа сыйлаған позитивте ішке қарай позитив аламыз. Окей? Ол үшіншісі. Енді төртінші мәселеге көшейік.
Төртінші мәселе, психологиялық энергияны, психологиялық күшті үнемдеу. Яғни мысалға қарап отырсаңыз, сізге біздің күнделікті проблемаларымызды асып түсу үшін, мысалға бізге физикалық тұрғыдан белгілі бір мөлшерде калория керек, энергия керек, күш керек. Мына денені тасып тұру үшін күш керек. Мына қолды тасып отыру үшін күш керек. Соған байланысты біз тамақтанамыз, энергия аламыз, күш аламыз. Егер ол энергия, ол күш болмаса, біз денемізді алып жүре алмаймыз. Отыра алмаймыз, тұра алмаймыз, жата алмаймыз, ештеңе істей алмай қаламыз, әлсіз қалып, күшсіз қалған кезде. Тура сол сияқты бізге бір күнге жететін белгілі бір мөлшерде психологиялық күш бар. Психологиялық энергия бар. Кейбіреулер оны сабыр деп айтады мысалға. Кейбіреулер оны шыдамдылық деп айтады. Яғни проблемаларға қарсы мұңаймау, құлап қалмау, ренжіп қалмау, қайғырмау, тоқтап қалмау, өзіне қол жұмсап қоймау, барлық нәрсені тастап кетпеу үшін белгілі бір мөлшерде психологиялық энергия, психологиялық күш бар. Мінекей, осы психологиялық энергия күшті біз бұл күнге және осы сағатқа, осы сәтте қолдануымыз керек. Көп адамдардың ең үлкен проблемасы сол бұл күнге берілген күшті біз болашақты уайымдап құртамыз жартысын. Қалған жартысын өткенде болған нәрседі уайымдап құртамыз. Сондықтан бүгін стресс, депрессия, қайғы, мұң, үмітсіздік, шаршаймыз да иммунитетімізді құртамыз. Бұл қауіпті жағдай, құрметті көрермендер. Мысалға сізде егер 1 килограмм сондай бір сабыр дейтін болса, соның 400 граммын болашаққа, 400 граммын өткен шаққа, және 200 грамммен ғана бүгінді өткізуге тырыссаңыз, өткізе алмайсыз. Өйткені бүгіннің проблемаларын асып түсу үшін, бүгін нормальный өмір сүре алу үшін сізге 1 килограмм сабыр керек. 1 килограмм психологиялық энергия, күш керек. 1 килограмм шыдамдылық керек. Бірақ сіз не істедіңіз? Бұл энергияның, бұл күштің барлығын жан-жаққа шашырап тастадыңыз да, отырып қайғырып отырамыз, не істеймін, не бітейін деп. Олай жасамаңыз. Күшіңізді үнемдеңіз. Яғни тек қана бүгінді ғана ойлаңыз. Мысалға, бүгін ауырып қалдыңыз делік та, мысалға, коронавируспен ауырып жатыр, немесе сіздің жақыныңыз ауырып қалды, сіз ертең жаман болып кетеді, бір аптадан кейін қайтыс болады, 3 күннен кейін температурасы көтеріледі, бітті, қазір одан да жаман боламын деп ойлай берсеңіз, жаман боласыз. Сіз былай ойлауыңыз керек. Мен жарайды, коронавируспен ауырып қалдым. Бүгінгі жағдайым қандай? Температурам көтерілді, тамағым ауырып жатыр, жөтеле алмай жатырмын. Жарайды, соны ғана ойлау керек. Соны алдын алу үшін, емделу үшін мен бүгін не істей аламын? Дәрі қолданамын, витаминдерді қабылдаймын, дәрігерге хабарласам, укол аламын. Бітті. Соны ғана жасаңыз. Ертеңді ойламаңыз. Бір аптадан кейін болатын ойламаңыз. 10 күннен кейін өлетініңізді вообще ойламаңыз. Өйткені ертең болып болмайтын біздің қолымызда емес. Ертеңгі нәрседе біз бүгін өзгерте алмаймыз. Ертең күн туған кезде сізде қайтадан 1 килограмм психологиялық күш, энергия, сабыр, шыдамдылық болады. Ертеңгінің проблемасына қарай сізге соншалықты психологиялық энергия, күш жұмсалады. Бүгінгі психологиялық күшпен ертеңге оны құртпаңыз. Өткен шақта уайымдамаңыз. Анаған бармағанда, мынамен амандаспағанда, ана жұмысты жасамағанда, мына дәріні ішкенде, мына кісімен сөйлеспегенде, қазір ауырмайтын еді, жұқтырмайтын еді деп өткен жақта сіз қаншалықты көп уайымдасаңыз, соншалықты көп соған психологиялық энергия, күш құртасыз. Ал ол сіздің иммунитетіңіз артады. Сіз соны уайымдау арқылы, сөйлесу арқылы нәрсе өзгерте аласыз ба? Ештеңе өзгерте алмайсыз. Уақыт артқа айналмайды. Бізде машина времени дейді, уақыт машинасы жоқ, қайтып барып сөйлеспегенде, өйтпегенде болған нәрсе болды. Яғни фактіні қабылдау керек. Бар нәрсе бар, болған нәрсе болды. Соған қарсы мен бүгін не істей аламын? Бүгін мынаны жасай аламын, жасадым, бітті. Одан кейін паникаға беріп, бір дәрінің орнына 3 дәрі ішу, 1 уколдың орнына 5 укол салу, 1 лимонның орнына 10 лимон жеу, бұл сізді емдетпейді. Және медициналық дәрігерлер де бұны дәлелдейді. Мысалы, неге дәрігерлер назначение берген кезде, ем шарасын ұсынған кезде, мысалы, күніне 1 дәріні 10 күн бойы іш дейді. Сіз 1 күнде 10 дәріні ішсеңіз, тез жазылып кетпейсіз. Сондықтан көп шара қолдану арқылы жазылып кетпейсіз. Бұл жерге сізге психологиялық иммунитет керек, психологиялық күш керек. Осы энергияны, күшті дұрыс пайдалану арқылы сіз өзіңіздің психологиялық тұрақтылығыңызды қамтамасыз ете аласыз. Окей? Құрметті көрермен, егер осы видеоға байланысты сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге жазыңыз.
Біз алдағы видеоларда сол комментарийдегі сұрақтарға жауап ретінде видеолар түсіретін боламыз. Сонымен қатар, осы вирусқа қарсы психология иммунитетіңізді сіз қалай көтеріп жатсыз, қандай шаралар қолданып жатырсыз, соларды да жазып, бізбен бірге, көрермендермен бірге бөлісуді ұмытпаңыз. Көріскенше сау болыңыз, аман болыңыздар.